Қайырлы күн баршаңызға. Бүгін мен осындай өзім тапсырысқа жасап жүрген сникерс тортының рецебімен бөлісемін. Бір жасағаннан шығатын өте дәмді әрі жұмсақ арахис пен пломбир кремінің үйлескен шоколадты дәмі бар осы тортты міндетті түрде жасап көріңіз. Ең алдымен жылы 4 жұмыртқа мен қантты миксерлейміз. Аппақ пена болған кезде миксерлеуді тоқтатып, оның үстіне 2 ас қасық какао, 1 ас қасық разрыхлитель қосып араластырамыз. Жұп-жұмсақ сары майды салып, көтерілген пенамызды басып алмай, осылайша ақырындап араластырамыз. Тестаның воздушный болып пісуі осы сияқты арасындағы ауа шариктерінің, пузыриктердің болуына байланысты. Оны салған кезде пенаны басып алсаңыз, сіздің тестаңыз сондай жақсы көтерілмей піседі. Егер опытыңыз болмаса, тестаны 3 рет бөліп құйған дұрыс. 250 грамм творожный сырға 100 грамм сахарная пудра қосып, миксерлеп, бір келгі болған соң үстіне 500 грамм сливки қосып, осындай қою болғанша миксерлейміз. Коржды 3 бөлікке бөліп, арасына крем жағап отырып, карамельға 100 грамм арахис қосып, осы торттың арасына саламыз. Достар, торттың толық рецебі видеоның астында описание бөлімінде көрсетілген. Шоколад пен майды водяной баняда ерітіп, үстіне осындай арахис салып, ганаш дайындаймыз. Достар, менің каналыма алдағы уақытта осындай әдемі әрі дәмді оригинальный торттардың рецептері шығады. Өткізіп алмас үшін каналыма тіркелуді ұмытпаңыз. Сонымен қатар менің каналымда көптеген торттардың, түрлі выпечкалардың, әртүрлі жеңіл жасалатын салаттардың рецептері бар. Тортыңыз жақсы шығу үшін сізде міндетті түрде таразы болуы қажет. Әрбір грамын міндетті түрде таразымен өлшеп жасасаңыз, сіздің де тортыңыз әдемі, жұп-жұмсақ болып шығады. Бетіне өз идеяңыз бойынша әртүрлі заттармен сәндеп, әсемдеп, оформление жасаймыз. Бұл торттың коржын ойыңыздағыдай шығу үшін міндетті түрде аппақ пена болғанша миксерлейміз. Оны салғаннан кейін міндетті түрде басып алмай төменнен жоғары қарай ақырындап отырып араластырамыз. Дайындап алған тестаны оның арасындағы шариктерге, яғни ауа пузыриктеріне қарап-ақ сіздің тестаңыздың дұрыс көтеріліп пісетініне және воздушный болатынына көз жеткізуге болады. Егер тестаны бөлмей тек бір-ақ рет құйып жасағыңыз келсе, онда форманың шет-шетіне май жақпаймыз. Себебі май көтеріліп тұрған тестаны ортасына түсіріп жібереді. Коржды тек суығаннан кейін ғана барып формадан босатамыз. Достар, осындай тортымыз дайын.